Ассаламу алейкум, қымбатты достар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы ауру деген, операция деген, оның барлығы очищение, иә? Очищение. Күнәдан тазалану, жамандықтан, негативтен тазалану, яғни біз үшін пайдалы дүние барлық нәрсе. Біз үшін бәр нәрсенің қайыры бар. Бәріміздің өмірімізге, ата-анамыздың өміріндегі болған ситуациялар біздің өмірімізге ықпал етіп жатыр. Мысалы үшін ата-анасы өмір бақи еңбек етіп, қиналып, ақша тауып, бала шағасын асыраған отбасылардың балалары әлі күнге дейін ақшадан қиындық көре береді. Не үшін? Өйткені ақша деген ауыр еңбекпен келеді деп ойлайды. Мысалы үшін қараңыздар, көптеген кісілер бізде өзіне ұнамайтын жұмысты жасап жүре береді. Бар ма осы жерде? Қолдарыңыз көтеріңіздерші. Мысалы үшін мен жұмыс істеймін, бірақ жұмысым ұнамайды. Или жұмысың ұнаса, онда ұнасаңыз деп айтыңыз. Қарыздан құтылуды да айтамын, кредиттен де құтылуды айтамын. Бірінші, қазір біз барлық ақпаратты достап беретін боламын. Қымбатты достар, бисмилля. Қымбатты достар, барлығымыз бай өмір сүргіміз келеді. Қазіргі кезде мынау қымбатшылық, қазіргі кездегі кризис, жоқшылық, адамдардың бәрінің қайыр садақа сұрап кетуі, адамның бәрінің жыланып, маған үй керек, жоқ, жеткізе алмай жатырмын. Инстаграмды қосып басақ, жылап қайыр сұрап отырған отбасылар, қайыр сұрап отырған балалар, әрине олар жетіскеннен жасап отырған жоқ. Бірақ біз овертон деген нәрсені тағы осы бір жерде айтуымыз керек. Біз жоқшылықты сол отбасыларды көп көрген сайын көп адамда қандай программа орнайды. Мысалы үшін қараңыз, осы жерде көп адам айтады маған, мен көп ақша табам, бірақ ақшаның берекесі жоқ дейді. Мен көп ақша табам, бірақ қайда кеткенін түсінбей қалам дейді. Немесе көп ақша табам, бірақ қарыздарға беріп тастаймын дейді. Қараңыздар, ақшадан құтылғысы келу. Потому что айналадағы адамдар қиналып жүрді, азаннан кешке шейін жұмыс жасайды, и оларда жоқ, олар қайыр сұрап жатыр, бала шағасы жылап, жоқ, жітік өмір сүріп жатқан кезде бізге как-то стыдно, да? Біз ыңғайсызданып кетеміз. Өйткені біздің кішкентайымыздан ақша деген жамандық, ақша деген бәле, ақша деген бұзат, ақша еркекті бұзат, қазақ байса қатын алады, ақша адамды бұзат, ақша қоғамды бұзат деп солай бізді үйретті. Осы ақпарат миымызға сіңіп кеткен соншалықты ақшаны жақсы көріп тұр, жек көреміз. Жақсы көреміз, ақша қолымызға келгенде қуанамыз, ол көбейе бастаған кезде лампочкамыз жанады, уже біз қорқа бастаймыз. Қорқа бастағанда естейміз, құтылғымыз келе бастайды. Енді біз осы жерде бір нәрсені самооценка мәселесіне айналып келетін болсақ, не үшін біз ақшадан қорқамыз? Өйткені біздің өмірімізде ақшаға байланысты түрлі установкалар бар. Өмірлеріңіздегі ең бірінші крупный отбасыңызға келген ақша есіңізде ме? Әрине көп адам бұл есінде жоқ, оны ешкім ойлағысы да келмейді. Отбасыңыздағы ақшаға байланысты ұрыс керіс есіңізде ме? Әрине ол көп адам есінде жоқ. Өйткені адамның миындағы формула, программа 0 жас пен 12 жастың арасында бекіп қойды. Қараңыздар, адамның біздің қазіргі өміріміз, жасыңыз қаншада сіздің? Мен жасым 45-те. Мен 45 жасымда әлі күнге шейін айтып келатырмын ғой, 3 жыл болып психологпен жұмыс жасап келатырмын. 3 жыл бойы психологпен жасаған кезде мен осы 0 жас пен 12 жастың арасындағы травмалармен жұмыс жасап келатырмын. Ақшаға байланысты травма менде 7 жасымда болған, әкеге байланысты травма менің 2 жасымда болған, анама байланысты травма менің 1 жасымда болған примерно, да. Немесе ажырасып кетуден қорқу деген травма менде 8 жасымда болған, примерно осылай 0 жас пен 12 жасындағы қалыптасқан программаларды прорабатывать етіп келе жатқан. Сол сияқты біздің өмірдегі ақшамен қарым-қатынасымыз, ол біздің өмірдегі алған сол опыттарымызға байланысты. Сол травманы қайдан тапты, кім әсер етті, оның бәрін табу, қазу міндетті ме? Жоқ, міндетті емес. Бізде көбінесе аффирмация деген мәселе керек. Мысалы қараңыз, біздің ішімізде толған агрессия бар. Мысалы, әйелдердің қауымын айтайын. Әйел ақша деген тақырыпқа мен қазір алып келе жатырмын. Ең бірінші өткенде мен сіздерге сұрақ қойғам. Ақшадан кейін бақыт келе ма, жоқ, бақыттан кейін ақша келе ма деген сіздерге сұрақ қойған болатын. Қараңыздар, біз көбінесе бәріміз система ожиданияда жүрміз. Бәріңізді мен айтпай қойын, 5 миллион тапқан адам 10 миллион тапсам деп жүр, 10 миллион тапқан адам 100 миллион тапсам ғой деп жүр. Ақша ешқашан жетпейді бізге, ешқашан жеткен емес. Өйткені біздің кеудеміз қуыс болған кезде, тағы да қайталап айтам, біз соны ақшамен нығыздап бітегіміз келіп тұрады. Енді қараңыздар, осы
ақша жоқ, ақша жоқ, ақша жоқ деген функция қанша ақша тапсаң да жоқ бола береді екен. Бұны мен жаңағы үлкен миллиондар тапқан адам ретінде айтайын, ақша ешқашан жетпейді екен. Ешқашан жетпейді екен. Сонда біз жанталаса береміз, жанталаса береміз, жанталаса беріп, ақша қолымызға жететін ақша түскен кезде нені түсінеміз? Оппа, менің іздегенім ақша емес екен ғой дейміз. Көптеген маған келетін миллионерлердің проблемасы ақша тапқым келеді, ақша керек дейді. Сөйлесе келгенде мүлде ақшаға қатысы жоқ запрос шығады. Мысалы үшін маған айтады, бір келін айтады да, менің ақша тапқым келеді. Не үшін? Өйткені біз күйеуім екеуміз бөлек шыққымыз келеді. Ата енемізбен мен тұра алмай жатырмыз. Ата енем айтты дейді, үй алсаңдар кете беріңдер. Енді маған үй алу үшін ақша керек дейді. Енді осы проблеманың ақша керек деп жылайды. Ақша табу керек, ақша табу керек. И осы проблеманы қазамыз. Қазған кезде бұл қыз баланың нені байқаймыз? Бұл қыз баланың ата-анасы бір жасында өзінің үлкен кемпір шалға берген, өздері оқимыз деп Алматыға кетіп қалады. И қыз бала апасы мен әжесінің қолында тұрады. Жаңағы келін, кстати, жаңа бөлек шыққым келіп жатыр деген келін. Кстати, баласы жоқ. Бұл келіннің негізгі қорқынышы, ақшаға тым қатысы жоқ. Ол ата енесінен бөлек кеткісі келеді, не үшін? Баламды алып қояды деп. Өйткені өзінің кішкентай кезінде ата-анасын ажырату өте бір, мысалы, жоқтау дейміз ғой, утрата дейді оны. Жоқтау дегенді утрата дейміз, осы тілде айтқан. Осы жоқтау сезім болғанда балада өте ауыр травма болған, и осы травманы енді мені ата-анамнан айырғанда больно болды ғой. Енді менен баламды айырса тіпті больно болды. Яғни ата ене деген баламды тартып алатын бір қорқынышты бір адамдар сияқты елестеп кеткенде, түптің түбінде қазған кезде оның түкті ақшаға қатысы жоқ екені байқалды. Оның просто қорқынышы, бала тусам баламнан айырылып қалам ба деген. Өзі де біліп жүрген жоқ, өзі ойлап жүр. Ата-ене маған күн бермейді, бүйтеді. Өзі ата-енен жау көріп алған да. Өйткені өзі ата-ененің өзінің анасымен айырылып кеткен ғой. Енді бұл қазақ қоғамында өте көп кездесетін осындай бір ситуациялар бар. Көптеген кісілер маған ақша керек деп келеді. Шындығына келгенде ақшаның мүлде қатысы жоқ болып шығады. Мысалы үшін ақша тапқым келеді. Не үшін ақша тапқым келеді? Маған бір жігіт келді, мен ақшамен қалай өссем болады, айтыңызшы бүйтіңіз. Сосын мен оған Зеландты жіберемін, тыңдаңыз деймін. Былай айтыңыз, аффирмация айтыңыз, бүйтіңіз, сөйтіңіз. Өзіңіздің қолыңыздан не келеді? Плюстарыңызды жазыңыз, минустарыңызды жұмыс жасаңыз деген сияқты көптеген жұмыстар айтамын, Енді қараңыздар. Сөйтсем ол жігіт айтады да, не үшін дейді? Маған әйелім ұрса береді. Сен неге ақша таппайсың, сен неге ақша таппайсың деп. Енді бұл жігіттің жұмыс жасаған кезде біз нені байқаймыз? Бұл баланың мамасы енді пол жуған, өте ауыр жұмыстар жасаған баланы жасаймын деп. И бала постоянно мамасын сағынады екен кішкентай кезде. Мамасын сағынады, іздейді, сағынады. И бұл енді мамасынан көрмеген мейірім осы бір, мамасынан көрмеген махаббатты әйелінен көреді. Әйелін қатты сүйеді. Енді әйел ақша тап деп ұрысқан кезде бұл қорқады. Әйелін тастап кетсе, тағы да сағынып, балалық шақтағы сол қайғылы күйіме қайтып түсіп кетем ба деген қорқынышпен ол ойлайды, ақша таппасам әйел менен кетіп қалады. Когда-то я потерял маму, енді мен мына екінші мамамды жоғалтайын деп тұрмын примерно. Ал өзі біліп тұрған жоқ, өзі ойлайды, мен оны сүйемін, маған ақша тапсам ол не? Қорқыныштың түбінде ақша жоқ шындығында. Сондықтан енді бұл жерде өте бір терең жұмыстар керек әрине. Енді барлығымызға травмамызды шұқылап оны емдеп беріп отыратын психолог жоқ қазақ қоғамында. Енді қазір мынандай бір сөздер пайда болып жатыр ғой, енді немене бәле, елдің бәрі травма деп, осы әке-шешеміз ұрса да өлген жоқпыз, бүйткенде сөйткенде. Қымбатты достар, бәріміз ата-анадан таяқ жедік. Бізді ұрғанда еще как ұратын да. Мысалы үшін мен енді қатты таяқ жедім деп өтірік алдамай қоймын, мен апамның қолында өскенмін. Бірақ мен көрдім. Мен мысалы үшін көршімнің үйінде қыз болатын, соның мамасы бір күні кесейтін кесеуді қызына жіберіп қалғанда беліне сарт етіп ұзына түскен, көз алдымда көргем. Менің өзімнің шешемнің сіңлісі бар, қыздарын ұрған кезде пышақтың қырымен тұрып ұратын, шыңғырып жылайтын. Сол қыздар мама деп өліп отыр да примерно. Енді қараңыздар. Енді қазіргі кезде сен қызыңа сенің даусың не бәле деп айтып көр. Қыз кәдімгідей саған права качать етіп шығады да. Сіз менің психикама тиіспеңіз, сіз менің жеке шекарамды аттамаңыз. Қазіргі қыздар өте умный болып алған, травманы қасып өте бәле болып алған, небір марафондарға қатысып, өзінің құқығын шектеуді, өзін сыйлауды, өзін құрметтеу дегеннің бәрін үйреніп алған. Біздің кезімізде оның бәрі үйретілген жоқ. Бізде ата-ананың айтқан заң, одан жаман болған жоқпыз. Одан жаман болған жоқпыз. Бірақ
қазақ қоғамындағы өте көп кедейшілік, қазіргі өте көп қайыршылық деңгейге түсіп кеткен, масылдық деңгейге түсіп кеткен кісілер бар. Мен Айдың нұры қорында жұмыс жасап жүргенде біз бір жылда 100 отбасына үй бердік. Сонда бір көптеген отбасыларда мынандай хат келеді: үйді алдық дейді, бар отамыз құлайын депті, соны кім істейді дейді. Үй әперіп тұрасың оған. Осындай сөйледі. Немесе бір кісі жазып тұр: Айнұр ханым, сіздердің әперген үйлеріңіздің спальныйдың төбесінен су ағып тұр дейді. Үй әперіп тұрмыз оған, қарайған ақшаға да. Ұят болмасын деп кішкене мебелін бірдеңесін кіргізіп береміз, продуктысын үйіп төгіп апарамыз. Ол айтады, ананы су ағып тұр дейді. Масылдық деңгейге түсіп кетеді да, көбінесе сондай адамдар. Енді кеше мен айтам дедім ғой, кешегі Асаруменің жігіттері салған видеоны көрдіңіздер, иә? Сол оқиғаны естімегендер болса айтып берейін тәптіштеп. Өте мұқият тыңдаңыздар. Не дейді? Мен бір әйелге қатты риза болдым дейді, жаңа жігіттер айтады. Асарумен қорына көптеген жағдайы жоқ әйелдер, жағдайы жоқ отбасылар заявка тастайды: мен жағдайым жоқ, асыраушым жоқ, осынша баламен қаңғырып жүрмін деген сияқты. Сөйтіп сол жерде тұрған бір әйел кісі, сол Асарумеде спискте тұрған әйел кісі айтыпты: жігіттер біраз 4-5 ай тұрған ғой спискта, 4-5 ай бұлар жігіттер ақшамен көмектесіп жүрген. Бір күн әйел айтыпты: жігіттер, мені списктен алып тастаңдар деп. Соны ана не болып қалды деген ғой сізге, ренжітіп қойдық ба, сіздің үйді алатын очеретіңіз тиген жоқ, біз сізге үйді әпереміз десе айтты. Жоқ, маған ой керек емес, өйткені менің балаларымның пособиясы көтерілді. Мен қазір тамағыма жететін ақша тауып жүрмін, сондықтан да маған бұл нәрсе керек емес деп шештім. Менен де қиналып отқан кісілерге беріңдер деп әйел отказ берген. Енді қызықты айтайын, әйел отказ береді. 3-4 айдан кейін деді ма, қанша уақыттан кейін, менің парақшамда тұр, видеоны қарасаңыздар болады. Жаңағы әйел жылап звондайды дейді. Бір адам аты жөнін айтпаған, ешкім екенін білдірмеген, анонимно келіп, сіздің бала шағаңыз бар екен, үй жайыңыз жоқ екен, мен сізге бір садақа жасағым келіп тұр деп үйдің кілтін беріп кеткен. Қараңыздар, бұл жерде это техника, бұл үлкен техника. Бұл қандай техника? Бұл техника. Әйелге айтып тұр: сізге бір үй железобетон беріледі деп, сәл күтіңіз деді. Әйел не істеді? Өзінде жоқ бола тұра, өзіне бұйырып тұрған үйді басқа біреуге айтты: мен енді төмен отбасыға беріңдер деді. Беріңдер деді. Кімде кім дейді, кешкі ішетін тамағы бола тұра басқалардан қайыр сұрайтын болса, Алла тағала оған кедейліктің 70 есігін ашып қойды. Оны бәріміз білеміз, біле тұра алғымыз келіп тұрады. Алсақ қой, шіркін-ай бізге берсек қой деп бәріміз жәутеңдеп тұрамыз да. Бұл біздің өзі қазақтың психологиясында бар. Қонақ келсе босағада тұрамыз. Қонақ келсе ана дастарханға қарап ана кәмпитті жегіміз келіп. Бізді сөйтіп бейшара қылып қойды ғой негізінде, иә. Столда қонақ жейді деп өзіміздің үйдегі кәмпитті өзіміз тойып жемей тығып жеп өскен балаларымыз. Үйдегі бір жақсы тамақты, жақсы киімді қонаққа ғана арнап өзімізге қимай, өзімізді әбден кедейшілікке, бейшаралыққа үйреттік та. Енді қазір соның салдарларымен жұмыс жасап жатырмыз. Осы қазақ қоғамындағы кедейшіліктің артында не тұр? Көбінесе жасықтық жатады да, көбінесе. Қандай жасықтық? Аузыңды жап, сөйлеме. Үлкен кісі сұрағанда сөйлеме. Сенің қақың жоқ сөйлеуге. Неге оның қақың жоқ? Өйткені сен кішкентайсың. Ол бір кез уже жас 45-ке келген, бітті, ол әлі өзін кішкентай сезінеді. Ол кішкентай, менің қақым жоқ сөйлеуге. Үлкендер айтып жатыр, үлкендер. Ал үлкенді сыйлама деген сөз жоқ бұл жерде. Бірақ адамның пікірі бар ғой, адамның үні барды. 3 жасар баланың да үні бар. Мен алма жегім келеді, мама, мен мына кашын жегім келмейді. Біз не дейміз? Же! Бізге не деп айтты? Біз жегіміз келмейді деген кез бізге не деді? Осы нанға жете алмай зар болып отқан қаншама үй бар дейді да. Осыған жете алмай, көретін едім ертең осыған жете алмай қалсаң, әбден мастанып құтырғансың. Мен просто жегім деп тұрған жоқ, баренияны да, например. Просто мен каша жегім деп, мен жақсы көрмеймін күріш кашаны. Мен аузыма кешке шейін күріш тығады. Сосын жемеймін десең не дейді? Ой, түкті білмейтін, түкістен қадірін білмейтін, ұятсыз, оңбағансың, сен жегің келмеген үшін өзіңді кінәлі сезініп, уже нығыздап тығып жеп жатасың да, қорыққаныңнан, әйтеуір амалдың жоқтығынан. Қазіргі кезде өзіңнің жұмысың ұнай ма деген кезде жаңа 99% жұмысым ұнамайды деді. Жұмысы ұнамаса да істей береді. Өйткені ұнамаған тамақты жеген, ұнамаған киімді киген, әпкесінен қалған жыртық болып ки деймін саған дейді. Басқа киетін дымың жоқ. Киген, ұнамаған өмірді сүрген. Ол ұнамаған жұмысты жасайды, ұнамаған күйеуге тиеді, ұнамаған қоғамда өмір сүріп жүре береді.